Сәлеметсіздер оқушылар, 9 сынып бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз Қазақстанда минерал ресурстарының таралу заңдылықтары. Яғни бүгінгі жаңа тақырыптың мақсаты Қазақстанның минерал ресурстарының таралу заңдылықтарын анықтау, минерал ресурстарын өндіру және өңдеу орталықтарын картадан анықтайтын боламыз. Елімізде қандай минерал ресурстарға бай болып келеді? Яғни біз білеміз, күнделікті өмірде көріп жүрген су, бізде табиғи пайдалы қазбаларымыз, сонымен қатар мұнай, газ, көмір деген сияқты, яғни Қазақстан мемлекеті минерал ресурстарға бай болып келеді. Табиғи ресурстар дегеніміз табиғи компоненттердің бірі болып саналады. Яғни мысал ретінде келтіретін болсақ, пайдалы қазбаларымыз, күнделікті өмірде көріп жүрген су, топырақ, орман, шалғын өсімдіктер мен жайылымдар табиғи ресурстарға тікелей, яғни шаруашылыққа пайдалануға байланысты. Минерал ресурстар таусылмайтын және таусылатын болып екіге бөлінеді. Таусылмайтындар бізге күнделікті көріп жүрген күн энергиясы, жел, теңіз суы, климаттық болып саналса, таусылатын екіге бөлінеді. Яғни қалпына келетін және қалпына келмейтін. Қалпына келмейтін бұл бізде минералды ресурстар, яғни табиғи пайдалы қазбаларымыз болса, қалпына келетін күнделікті өмірде көріп жүрген су энергиясы, яғни жер, биологиялық дегеніміз бұл бізде өсімдіктер мен жануарлар болып табылады екен. Яғни қалпына келетін және қалпына келмейтін болып байланысты. Табиғи ресурстардың әлеуеті жалпы шабындық бойынша, әлем бойынша 1540 миллион гектар болса, Қазақстанда 23 миллион гектар. Әлем бойынша Қазақстан 14-ші орын алады екен. Жайылымдық бойынша әлем бойынша 3400 миллион гектар болатын болса, Қазақстан Республикасына 189 миллион гектар. Әлем бойынша 5-ші орын алады екен. Су қуаты бойынша 14400 миллиард болса, Қазақстан 63 миллиард. Яғни әлем бойынша 45-ші орын алады екен. Минералды ресурстар бойынша әлем бойынша 220 триллион доллар болса, Қазақстанда 8,5 триллион, яғни доллар болып есептелген екен. Әлем бойынша 6-ші орын болып табылады екен, яғни Қазақстан мемлекеті. Су бойынша бізде дүниежүзі бойынша 22,500 километр болса, Қазақстанда 100 километр, яғни жалпы дүниежүзі бойынша 67-ші орында. Орман шаруашылығы бойынша 3950 болса, дүниежүзі бойынша Қазақстан мемлекеті бойынша бізде 12 миллион гектар, яғни 44-ші орында алады екенбіз жалпы. Көріп тұрғандарыңыздай, бізде Қазақстанның картасы, біз білеміз, Қазақстан дүниежүзі бойынша 9-ші орын алады, сонымен қатар жер көлемі бойынша 2,724 километр квадратты құрайды екен. Жалпы Қазақстанның аумағы бойынша бізде 5 мемлекетпен шекаралас, сонымен қатар Менделеев кестесі бойынша 110 элементтердің, яғни Қазақстанда 99 элементі осы аймақтарды кеседі екен. Оның бірі минералды ресурстар жалпы түсті және қара металлургия болып екіге бөлінеді. Бізде түсті металлургия өзіміз білетіндей алтын, мырыш, күміс деген сияқты пайдалы қазбаларымыз болса, яғни Қазақстанның оңтүстік және шығыс аймақтарында кездеседі. Алтын Қазақстанның батыс аймағынан басқа барлық аймақтар кездеседі екен. Сонымен қатар мырыш, айтып өткендей күміс, алтын осы оңтүстік шығыс аймақтарында болатын болса, бізде мыс осы біздің Қарағанды облысы бойынша, сонымен қатар біздің Балқаш қаласы, Гүлшат, Саяқ, Қоңырат сияқты кен алқаптары бар екен. Сонымен қатар Желзан қаласында Жезді, Сәтбай сынды кен алқаптарында осы мыс кен өндірісі өндіріледі екен. Ең алғаш мыс кенін ойлап тапқан бұл бізде Қаныш Сәтбай Мамтайұлы болып табылады екен, сол кісі. Одан кейін бізде қара металлургияға байланысты бізде темір кен орындары бар. Яғни бұл солтүстік Қазақстан аймағындағы Қостанай облысы. Бұнда Рудный, Соколов, Сарыбай, Лисаков сынды темір кен орындары аймақ орналасқан екен. Осында, яғни солтүстік аймақтардың бөлігінде. Сонымен қатар бізде Қарағанды облысы бойынша көмір кен, Қаратас көмір кен алабы орналасқан. Оны білеміз, Саран, Шахтеңіз деген сияқты кен алқаптары осы Қарағанды облысы бойынша көмір кен орындары бар. Яғни бұл Қарағанды көмір алабы жалпы ашық және шахталық әдіспен алынады екен. Бұның күннің өзі аз шығады екен. Сондықтан бұл өте тұрмыстық, әсіресе электр қуаты алуға арналған кен алқаптарының бірі. Сонымен қатар бізде солтүстік Қазақстан облысындағы Павлодар
бұл да жаңағы Шұбартау деген сияқты, сонымен қатар осы Екібастұз қаласында, яғни бұл ашық әдіспен алынатын көмір, жалпы күлінің өзі 43% болады екен осы күлінің өзі. Яғни бұл жаңағы тұрмыстық шаруашылыққа пайдалану мақсатында алынған отын ретінде пайдаланатын көмірдің бір болып табылады екен. Сонымен қатар бізде батыс Қазақстан аймақтарында мұнай мен газ аймақтары, бізде Мақат, Достар, Қаражанбас, Қарашығанақ сияқты бізде осы мұнайлы газ аймақтары осы батыс Қазақстан аймақтарын айтуға болады. Сонымен қатар жаңағы темір кен айтып өткенде бізде Қостанай облысында еді, сонымен қатар бізде Қарағанды қаласында Теміртау қаласында темір комбинаты бар орналасқан, яғни мұнда шойын, прокат деген сияқты темір кен орындарын өндіреді екен. Көп тұрғындарыңызға. Енді бүгінгі бірінші тапсырмамыз Қарағанды және Екібастұз көмір кен алқаптарына сипаттама жазыңыздар. Яғни берілген тапсырма бойынша сіздерге 2 минут уақыт беріледі. Осы тапсырманы орындайық. Енді бұл тапсырмамызды жауабын тексеріп көрейік, оқушылар. Яғни жаңа айтып өткенде Қарағанды көмір бассейні Қазақстан Республикасының Қарағанды облысында орналасқан, яғни ашық және шахталық әдіспен алынады. Сонымен қатар жаңа Қарағанды, Саран, Абай, Шахтинск қалаларында кен алқаптары орналасқан болса, бізде Екібастұз көмір алабы Сарыарқаның солтүстігінде, яғни Павлодар облысының Екібастұз қаласында орналасқан, ашық әдіспен алынады екен. Күлінің өзі 43%-ін алып шығады екен. Яғни бұл тұрмыстық шаруашылыққа пайдаланатын көмір есебінде алынады екен. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.